бізде 3 бағанға бөлінген, яғни бастауыш, орта және жоғарғы сынып оқушыларына. Яғни егер де мен бірінші сынып оқушыларының мұғалімі болатын болсам, осы жүйеге кіремін, мысалы, осы бірінші, төртінші сынып оқушыларын аралған оқытуға кіремін. Сіздер көріп тұрғандарыңыздар блок берілген мына жерде. Яғни блокта бізде 7 осы модуль берілген. Осы модульдарда бізде мысалы заң және тәртіп бір модуль деп есептесек, бізде 3 тақырып бар. Осы 3 тақырып берілген сіздерге. Енді бізде мына жерде мен кеше жұмыстар жүргізілдім, соған байланысты мына жерде менде ашылып тұр. Қазір мен сізге жаңадан қалай сыныпты қосу керек екенін түсіндірем. Егер де сіз мен бірінші сыныбының мұғалімі болатын болсам, осы жүйеде оқушыларға қалай осы тақырыпты өту үшін күнін қою керек екенін және сыныпты қалай қосу керек екенін сіздерге түсіндірем. Ол үшін мысалы сыныпты қосу батырмасын көріп тұрсыздар ғой жоғарғы жақта, сол сыныпты батырмасын басамыз. Басқаннан кейін біздерде мына жерде біз мысалы ретінде сыныптарды кіргіздік. Мысалы мен бірінші сынып оқушысы деймін, оқушылардың мұғалімі болса, мен бірінші сынып осы жүйеге қосам. Қосылды. Міне көріңіздер, енді модуль, тақырып, мына жерде сынып қосылды. Сынып қосылды. Енді егер де мен 2 сыныптың мұғалім жетекшісі болатын болсам, онда тағы да бір сыныпты қоса аламын. Тағы да бірінші Ж сынып дейік. Міне сондай блок, модуль, тақырып және де бірінші Ж сыныбы, бірінші сыныбы біздерде қосылды жүйеде. Енді осы тақырыптарды өту үшін біз қалай күнін қосамыз? Мысалы, бірінші сыныбына заң және тәртіп модуліндағы бірінші тақырыпты қосатын болсам, күн белгілей аламын. Мысалы, бүгінге қойсам болады. Бүгін, мысалы, осы тақырыпты оқушылармен өтемін деп. Сонда осы тақырыптың жанында мына жерде көріп тұрсыздар, сіздер